Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі пинетке тоқитын боламыз. Менің тоқыған размерім где-то 7-8 айлық қызға. Размері сантиметрден 13 сантиметр болды табаны. Енді ол үшін не керек? Жіп, әлбетте, екі түрлі, міне серый және де розовый. Содан кейін осындай табанның тоқылу әдісі менің төменгі видеоларымда бар. Қаласаңыздар ссылкасын қалдырып кетемін. Міне осы табаннан енді тоқитын боламыз. Мынау осы міне. Мына бантикті тоқып қойғанмын. Ал ендеше кеттік. Ортасын тауып, мына өрме сияқты болып тұр ғой, міне көрініп тұр ма сіздерге? Осы өрменің үстіңгі жібінен алып отыратын боламыз. Екі бос ілмек аламыз. Екі бос ілмек алып, мына жіптерді қазір осы жаққа кіргізіп тоқып жібереміз. Жартылай ілмекті бағаннан болып отырады, міне қараңыздар. Іліп алып, осылайынан мына үстіңгі жібіне кіргізіп отырамыз. Бір. Екі. Үш. Төрт. Мінекей, осылай толығымен айландырып алып келесіздер. Негізі тоқыған кезде осы қанша болды, қанша жаңағыдай ілмек болады, осы жақта айландырып алып келге. Сонша екіншісінде де болу керек, соны санап отырыңыздар. Мен енді біріншісін тоқып қойғам. Менде қанша шыққанын айтпай ақ қояйын, себебі әркімде әртүрлі размер. Сол себепті өздеріңіз екеуі бұйым бірдей болып шығу үшін өздеріңіз санап отырыңыздар. Мен бірінші рядты аяқтап бітірдім. Енді тағы да екі бос ілмек алып, дәл осылай жартылай ілмекті бағанадан, біріншісіне емес, екіншісіне, өйткені біз соңында келгенде мына жерде тоқимыз да, чтобы бірге бүйтіп бірігу үшін мына осына кіргізбейміз, мына екіншісінен бастаймыз. Осылайынан бізде общий 4 ряд болу керек. Қазір екіншісін тоқып жатырмын. Екіншісін аяқтайсыздар, тағы да осылайынан 2 ряд тоқисыздар. Сонда общий 4 болу керек. Соны өздеріңіз айландырып тоқып алып келсеңіздер, ары қарай көрсетемін. Мінекей, қараңыздар, мен 4 рядты аяқтадым. 1, 2, 3, 4 ряд. 5-ші рядты бастамас бұрын тоқыманы бір-біріне беттестіремін осылайынан. Көрдіңіздер ма? Мына жақтан ортасын табамын. Міне ортасы осы екеуі болып саналады да. Осы екеуінен әрмен қарай міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. Жоқ. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Мындай маркер керек болады, немесе жіпті қолдансаңыздар болады. Былайынан белгілеп қоясыздар. Екінші маркерді мына бетінен 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Мінекей. Белгілеп қойдық. Тағы да санайық, қателесіп кетпеу үшін 3,
6, 9, 12, 13, 14. Аха, дұрыс. Енді қараңыздар, 5-ші рядты да дәл осылай белгі болған жерге дейін, мына шеттен тоқтайсыздар, сонда мына белгіге дейін без накида, столбик без накидамен тоқып шығамыз, яғни жартылай ілмекті бағанмен тоқып алып келеміз. Міне осылай. Содан кейін осы шетке келген кезде кездесеміз. Белгі тұрған жерге жеттім. Енді осы белгіні алып тастаймын. Алып тастадым. Міне енді бастапқы төртеуін бір ілмекті бағанмен тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, мінекей. Бұдан кейінгілері қысқару болады енді. Қысқару, міне көрдіңіздер ме? Қысқару дегеніміз ол бір ілмекті бағанды аяқтамай, біреуін, екіншісі де аяқтамай, үшеуін біріктіреміз. Келесі тағы да сондай қысқару болады. Біреу, екеу, үшеу, бір ілмекті баған дегеніміз столбик без накид, столбик с одним накидом. Міне осылайынан алып кеп, мына жақта төртеу қалады ғой, міне мына ілмекті белгіленген жерді санағанмен біреу, екеу, үшеу, төртеуін қалдырғанша дейін осылай екі-екеуден қысқарту болады да, төртеуін тағы да бір ілмекті бағаннан тоқисыздар. Қазір мен оны көрсетемін. Міне соңына дейін келіп жеттім. Енді мына жерде төртеу қалды. Бір ілмекті баған тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеуінен алып тастасақ та болады. Қараңыздар, сонда қысқарту общий 10 болу керек. Мына шетте міне. Қараңыздар, сонда общий 10 болу керек. Қысқартулар санында біреу, міне екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10. Одан кейін 4 бір ілмекті бағаннан. Ал қалғанын жартылай ілмекті бағаннан дәл жаңа өзіміздің тоқыған сияқты аяғына дейін тоқып алып келесіздер. Одан кейін 6-шы рядта дәл осы жаңағы төртеу біз тоқыдық қой, бір ілмекті бағаннан сол жерге дейін айландырып жартылай ілмекті бағаннан тоқып алып келіңіздер. Қараңыздар, төрт бір ілмекті бағанаға жеттік. Енді бұл жерде 2 бір ілмекті бағана тоқылады да, ал жаңағы екеуі қысқартуға кетеді. Біреу, міне екеу, мына екеуін қысқартуға кетіреміз уже. Қалғандары қысқартулар тағы да қысқаруларға кете береді.
келіңіздер. Қысқарту жайлы ұмытып бара жатырмын. Бұл жерде уже қанша болды? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 қысқару болды да, ал қалғанына 2 бір ілмекті бағана, сол күйінде 2 бір ілмекті бағана болып тоқылады. Қалғаны жартылай ілмекті бағана болып, ары қарай тағы да сол осы ряд жартылай ілмекті бағанамен аяқталынады. Келесі рядта осы жаңағы қысқаруларға дейін жеткенше дейін бір ілмекті бағана тоқыдық қой, мына осы жерге дейін тағы да алып келесіздер. Қалғанын көрсетемін. Көрініп тұр, иә, сіздерге мына осы шетке дейін алып келесіздер, осыдан кейін қалғанын көрсетемін. Мына соңғы екеуіне жетпей дедім ғой, мен қателесіппін. Соңғы екеуіне емес, соңғы тағы екеуінің алдын екеу болады, иә. Бізде өйткені мына қаншаншы ряд? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ші ряд қой. 7-ші рядта получается 8 қысқарту болу керек. Общий. Сол себепті мына алдыңғы екеу емес, оның алдындағы екеуіне де получается қысқарту жасаймыз. Сонымен біреу, бір қысқарту кетті, одан кейін мына екеуі, 2 қысқарту. Үшеу болды. Так, қанша болды, санайық. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соңғы 8-шісі. Қараңыздар, әрмен қарай жартылай ілмекті бағанмен аяқтаймыз 7-ші рядты. Содан кейін 8-ші рядты. Мына біз басына келдік қой, иә. Қараңыздар, мына шетте біз егерде мына шеттен қысқартпастық, 1, 2, 3. Так, 1, 2, 3, 4, 5 болады. Яғни біз осы қысқартуларға дейін алып келеміз. Тоқып жартылай ілмекті бағанмен. Бізде өткен 8-ші рядта 5 қана қысқарту болу керек. Мына жерде санап отырсам 1, 2, 3, 4, 5 ровно шығады екен қысқартулармен. Сол себепті соңына дейін жаңағы жартылай бағаналы ілмекті қай жерге дейін тоқыдық, сол жерге дейін алып келеміз тоқып. Мен қателесіппін, мұнда 5 емес 4 қысқарту бағаны болады екен. Енді сол қысқартуларға келіп жеттік. Біреу міне. Екеу. Үшеу. Және соңғысы 4. Енді қалғандары жартылай ілмекті бағанмен аяқталынады. Аяғына дейін тоқып алып келіңіздер. Аяғына дейін тоқыңыздар, сосын қалай болатынын көрсетемін.
Қараңыздар, енді біз осы шетіне мынасын тоқуға келдік. Сол себепті бұл жерде мына бір-біріне жалғамастан бір-біріне кіргізіп жалғайтын едік қой. Осы шетте сұр жіпті уже жалғап қосамыз жаңағы жерге. Осы бастапқы тоққан кездегі екі бос ілмек сол жерге жіпті шығарып мынаны кішкене тартып жіберіңіздер, чтобы босап кетпес үшін. Мен не үшін кішкентай ілмекпен шығарамын, өйткені жұқа жіп болғаннан кейін кішкене мынау мен крючогым кіргені қиын, сол себепті кішкентай крючокпен шығарып аламын. Бұл жерде бір ғана бос ілмек алып, мына біреуін екеуін тастап, үшіншісіне бір ілмекті бағанадан бесеу тоқитын боламыз. Біреу, міне, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Тағы да екеу тастаймын да, міне үшіншісіне ашын ілмексіз баған тоқимын. Міне. Сонда мына узорымыз біздің шыға келеді, көрдіңіздер ме? Келесі тағы да екеуін тастап, үшіншісіне тоқитын боламын. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Осылай-осылайнан айландырып тоқып шығамыз. Екеу қалдырып, үшіншісіне тоқып. Менде бұл жерде обязательно міндетті түрде санаңыздар, себебі сіздердің тоқып жатқандарыңыз менің ілмектеріммен, менің тоқып жатқан санымен бірдей болып шықпауы мүмкін. Егер де сіздер менің табан тоққан сабамды көрсеңіз, сіздердікі бірдей шығу керек. Менде мына жерде санасақ, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз шығады менде. Сіздердің қай размер тоқып жатқандарыңызды білмеймін. Сол себепті, егер де көбірек болса, 8-ден көбірек шығу керек. Менде өйткені мынау басы кеңдеу, аяқтың кіруіне оңай. Мына лентаны әдейі кіргізіп, кішкене аяқты ұстап тұру үшін осыны кіргізіп сәндік үшін де қолданғанмын. Сіздер 8 ала берсеңіздер де болады тоже. Немесе 7 кішірек размер болса, или үлкенірек болса 9 деген сияқты. Сол сіздердің тоқып жатқан размерлеріңізге байланысты. Так что осылайынан до конца тоқып келіңіздер, соның екінші рядты қалай тоқитын көрсетемін. Міне соңына келіп жеттім. Енді осы шетте жаңа біз сұр жіпті шығарып едік қой, енді мынау персиковый жіпті шығарып біріктіретін боламыз. Келесі ряд бізде персиковый болады. Қараңыздар, уже міне әдемі болып жаңағыдай уже бір кішкентай пинеткеге ұқсап шыға келді. Осылай қалдырып кигізсеңіздер де болады. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты балаға. Немесе менікі сияқты осылайынан аяқтап, кішкене аяқты бетіп, балалардың әдеті ғой, шешіп тастайтын, осылайынан байлап қоюға болады. Сонда бала шеше бермейтін болады. Ал енді екінші ряд, қараңыздар, екінші ряд былай тоқыланады. Сері жіп қалады. Мынақа 3 бос ілмек алынады да, біреу, екеу, үшеу, үшеу алынады да, мына бесеу еді ғой, бесеуінің ортасынан ілмексіз бағана тоқылады да, біреу, міне. Соның ортасына келген кезінде қараңыздар, мына жерден, міне, мынаның ортасынан кіргізсек те болады, былайынан. Қараңыздар, былайынан ортасынан кіргізсек те болады.
Бұл былай оңайынан кірмейді. Біз былай түбінен алсақ та болады. Негізі ортасынан кіргеніміз дұрыс. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Бесеуін тоқыдық, ортасынан біріктіреміз. Қайтадан ортасынан кіргізіп, бесеу тоқитын боламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Айтпақшы достар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жаза отырыңыздар. Лайк баса кетіңіздер, видеоның соңына дейін қараңыздар. Мені осылайынан айландырып тоқып алып келеміз. Содан айта кететін жайт, мен всегда астын табанын қалыңырақ жіппен тоқуға тырысамын. Өйткені табаны тез жыртылады деген сияқтыдай, жаңағыдай көп табанмен жүреміз дегендей. Сол себепті соңғысына келдім мен. Енді қараңыздар, мына жерде мынандай сияқты мынандайлар жоқ қой, екі жіп сияқты. Мұнда біз өйткені жалғағанбыз, жалғаған жіптер ғана. Біз соны соңғысына кіргізіп, мына сері жіпті, айтпақшы, мына сұр жіпті байынан тартып, мына жаққа қарай тоқып жіберіңіз. Өйткені қазір керек болады ол. Менде қатты тығыз алынбай қалды. Қазір тығызырақ алуға тырысамын. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Бесеу тоқтықта. Енді осы шеттен жаңа сері жіпті тоқып жібердік қой осылайынан. Осы сері жіпті алып шығарып аламыз да. Бір осы ілмек аламыз. Одан кейін бесеу тоқыдық қой, соның ортасындағына кіргізіп, бір ілмекті бағанадан бесеу тоқимыз. Үшеу, төртеу, бесеу. Мына жерге жалғайтын кезде мынаны үстінен бастырып жіберсеңіздер болады. Қайтадан ортасындағысына кіргізіп, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Қайтадан үстінен міне, көрдіңіздер ме, мынаның үстінен кіргізіп, ілмексіз бағана алып отырсаңыздар, әдемі болып шығатын болады. Міне, уже ұсап тұр, көрдіңіздер ме, міне. Осылайынан томпайып қана шыға келеді. Осылай аяғына дейін бітіріңіздер. Соң қалғанын осымен аяқталынады біздің слетке.
слитки деймін ғой, пинетки. Ал достар, соңынан келіп жеттік. Енді міне мен үстінен бастырып алдым. Енді мына жіпті қырқып, енді осы жіпті мына кішкентай крючокты алғандарыңыз удобно. Өйткені мына жерде осындай кішкене тесіктеріне кіргізген қиындау. Осы жіпті алып, осы жағынан шығарып, мына жіпті де қырқып тастаймыз. Екеуін жақсылап тартып, арасына кіргізіп тоқып жібереміз. Сіздерге сөгілмес үшін. Қараңыздар, мына жердегі жіптің арасына. Мен осылай бір-екі рет ілмек жасап жүремін. Бір рет, көрдіңіздер ме? Одан кейін мына жаққа кіргізсек болады. Любой әйтеуір қасындағы жіптің арасына тығыз ілмек, бір-екі ілмек жасап, одан кейін алып кіргізіп ары қарай тауып жібересіздер. Сонымен біздің слитки дайын. Енді көрдіңіздер ме? Мына жерге қазір бант тоқылатын бантына тоқып қойғанмын мен. Өте оңай. 8 бос ілмек аласыздар да. Одан кейін бір ілмекті бағанадан 8 рет тоқып, келесі рет сонымен міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рет қана тоқылады екен. Болды, өте оңай. Одан кейін осындай осындай не алып, мындай лента алып, осылайынан кіргізіп, әдемілеп байлап жүрсеңіздер болады. Мінекей, қараңыздар, пинетки осындай әп-әдемі, сүйіп-сүйкімді болып шығады. Осындай сіздерде серый мынандай персиковый цветтен тоқитын болсаңыздар, өте нәзік, сондай әдемі болып шығады. Маған өзіме қатты ұнады. Негізі бұл пинеткидің тоқуын мен ешқандай да мастер-класстардан көрмегенмін. Өзім жалпы осындай банттың қойылуының бәрін өзім ойластырған десем болады. Возможно, басқа видеоларда бар шығар, бірақ мен өзім тоқыған кезде жеке еш жерден көрмедім. Таныстарыма тоқып көргеннен кейін олардың көңілдерінен шықты, тағы да тоқып беріңіз деген сұраныстар түскеннен кейін сіздерге де осы пинеткидің тоқылуының шеберлік сабағын көрсетуге ұйғардым. Мінекей. Бұны 2 жасар, 1 жасар, 1,5 жасар қыздарға да тоқуға болады. Сол үшін менімен болғандықтарыңызға рахмет. Тағы да осындай пинеткилардың шеберлік сабағын салуға тырысамын. Сол үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер.